Армысыздар оқырмандар, назарларыңызға 12 сәуір ғарышкерлер күніне орай Қазақстанның ғарыштағы ізі атты ақпараттық сағатын ұсынамыз. 1961 жылы 12 сәуірде Қазақстанның Байқоңыр аймағынан тұңғыш космос кораблі ғарышқа аттанды. Сөйтіп, Юрий Гагарин әлемнің тұңғыш ғарышкері, ал Байқоңыр ғарыш аймағына айналды. Солардың ішінде Қазақстанның 3 өкілі, өз елінің ұлттық батырлары, ұшқыш ғарышкерлер Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетовтер де бар. Олардың есімдері Қазақстан тарихы бетіне алтын әріптермен жазылды. 1991 жылы 2 сәуір айында Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығынан өткен Тоқтар Әубәкіров сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан ғарышқа аттанған болатын. Ғарыш кемесі жер төңірегіндегі Мир орбиталық кешенімен түйісті. Онда ол өзге ғарышкерлермен бірге биотехнология, металлургия, медицина салалары және арал аймағы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Екінші ғарышкер Талғат Мұсабаев ғарышқа 3 рет ұшты. Ол 1994 жылы 1 шілдеде экипажының борт инженері ретінде ғарыш сапарына аттанды. Оның әр жылдары ғарыштық экспедицияларының жалпы ұзақтығы 1 жылға жуық уақытты құрады. Талғат Мұсабаев 2001 жылы ғарыш сапарында Америка құрама штаттарының миллионері, ғарышкер турист Денис Титомен бірге ұшты. 2015 жылдың қыркүйек айында қазақ елінің 3-ші азаматы Айдын Айымбетов ғарышқа ұшты. Ол Қазақстан атынан халықаралық экипаж құрамында ғарышты бағындырған тұңғыш ғарышкер ұшқыш. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, ғарыш әлемінде болған 9 күн 20 сағат 13 минутта тапсырылған ғылыми жұмысын, әсіресе Каспий теңізі мен Арал көлі маңының экологиялық жағдайына байланысты зерттеулерін жүргізді.